Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің көйлегім жаңа. Сегодняшний наш тема «У меня новое платье». Балалар, жаңа сөздермен танысайық. Жейде рубашка, шалбар брюки, ботинки ботинки, көйлек платье, жаңа новый, ескі старый. Көйлек көйлегім, менің көйлегім, сенің көйлегің, оның көйлегі, сенің көйлегің қандай? Жаңа, ескі. Менің көйлегім мое платье, сенің көйлегің твое платье, оның көйлегі его или ее платье, сенің көйлегің қандай? Какое у тебя платье? Жаңа новые, ескі старые. Ребята, а теперь, ребята, внимательно послушаем, повторите и прочитайте. Ханзада ақ жейде көк шалбар киеді, ол қоңыр бәтеңке киеді. Ханзада батыр, ол ханшаны жақсы көреді. Ханша сары көйлек киеді, оның көйлегі ұзын, көйлегі әдемі, ханша ақылды, олардың киімі таза, тазалық, денсаулық, кепілі. Отвечаем на вопросы. Ханзада не киеді? Что носит принц? Ханзаданың жейдесі қандай? Какой рубашка у принца? Ханзаданың шалбары қандай? Какие брюки у принца? Ханзаданың ботинкесі қандай? Какие у принца ботинки? Ханша не киеді? Что носит принцесса? Ханшаның көйлегі қандай? Какое платье у принцессы? Олардың киімі қандай? Какое у них платье? Ребята, отвечаем на вопросы на казахском языке и мне отправляйте аудиозаписи. Так, ребята, проверяем. Ханзада жейде шалбар бәтеңке киеді. Ханзаданың жейдесі ақ. Ханзаданың шалбары көк. Ханзаданың бәтеңкесі қоңыр. Ханша көйлек киеді. Ханшаның көйлегі сары. Олардың киімі таза. Проверяем свои ответы. Хорошо, ребята? Вам все понятно? Дальше у нас письменное задание. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды жаз. Менің көйлегім, сенің көйлегің, оның көйлегі, менің жейдем, сенің жейдең, оның жейдесі, менің шалбарым, сенің шалбарың, оның шалбары. Вот, ребята, можно здесь проверять. И напишите в тетрадь. Сегодня у нас қаңтардың 18-і. Сынып жұмысы. Дальше напишите эти задания. Менің көйлегім, сенің көйлегің, оның көйлегі. Дальше вы сами знаете. Үшінші тапсырма. Ескі жаңа сөздерін пайдаланып, диалог құрастырамыз. Например, мы делаем диалог, который ескі жаңа сөздерімен. Көйлек қандай? Көйлек жаңа. Шалбар қандай? Шалбар ескі. Можно проверять себя. Вот көйлек қандай? Көйлек жаңа. Ребята, тоже отправляйте мне аудиозаписи. Спасибо вам. До свидания.